Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен анар жидегінің пайдасы жайлы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Латын тілінен аударғанда гранатус дәнді дақыл деген мағынаны білдіреді. Анар жидегінің құрамында А, В, С, Е дәрумендері мен калий, йод, темір, кальций сияқты минералды заттар көптеп кездеседі. Анардың пайдалары: энергия беріп шөлді және шаршағанды басады. Денені, жүректі, асқазанды және тіс еттерін қуаттандырады. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Артериялық қысымды түсіреді. Асқазанның қабынуы ауыз жарасы үшін пайдалы. Иммунитет жүйесін күшейтеді, қатерлі ісік жасушаларының дамуына кедергі болып, денені қорғайды. Қандағы холестерин деңгейі мен қан қысымын түсіреді. Тамырдың бітелуінің алдын алып, тамырларды ашады. Осындай қасиеттермен жүрек пен тамыр ауруларына қарсы қорған болады. Қандағы қант мөлшерінің деңгейін тепе-теңдікте ұстап, қант диабет ауруларына пайдалы болып келеді. Тері ауруларына да пайдалы. Анар шырыны дауыстың шығуына көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде ағза тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырыны мен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар шырынының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққандарға көмектеседі. Ем ретінде анар жидегі, қабықтары, ағашының тамырлары, тамырының қабықтары және бұтақтары қолданылады. Бұл жемісті жедел ішек, зәр шығару жолдарының ауруларын, қан аздықты, жұқпалы тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Анар құрамындағы С дәрумені ағзаны сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс, инфекциялық аурулардың алдын алады. Салқын күндері тұмау мен суық тиюден қорғайды. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анар жидегі немесе оның шырыны әсіресе мектеп оқушылары мен сынақ тапсырғалы жатқан студенттерге аса пайдалы. Оның құрамындағы минералды заттар мен жеміс жидек қанты ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін арттырады. Сіздер үшін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, видеоны соңына дейін қарап, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.